Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода американдық печеньенің нағыз өте дәмді болып шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Үйдегі кішкентай балаларыңызға өте қатты ұнайды деген ойдамын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сары майымызды ертіп аламыз. Мендегі 72%. Одан кейін қантымызды саламыз және де шамалы тұз, ванильный сахардан шамалы қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі 2 дана жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Менде осы рецепттен 14-15 печенье шықты. Енді ұнымызға 1 шай қасық разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі алдыңғы массамызға ұнымызды 2 бөліп қосып, жақсылап араластырамыз. Біздегі қамыр дайын болғанша пешті алдын ала қыздырып қойыңыздар, өте тез дайын болады. Міне бізде осындай масса болып шығады. Жақсылап араластырып, енді кәдімгі шоколадымызды пышақтың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалап аламыз. Мінекей осылайынан барлығын жақсылап майдалап алғаннан кейін алдыңғы қамырымызға осы шоколадты қосып, лопаткамен ақырын араластырамыз. Мінекей бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді формамызды дайындаймыз және де кәдімгі осындай мороженныйды ойып алатын қасықпен осы қамырды ойып бірдей формаларға келтіреміз. Немесе кәдімгі қасықпен де алып жасай берсеңіздер болады. Немесе кәдімгі осындай қолымызға алып, кәдімгі домалақтап, сосын барып формасын жасасаңыздар да болады. Мінекей видеода көріп тұрсаңыздар, барлығы түсінікті етіп көрсетілген. Енді алдын ала қызып тұрған 180 градуста пеште беті қызарғанша 10 минуттай пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің американдық печеньеларымыз толықтай пісіп шықты. Міне қарасаңыздар, ортасы да керемет болып шыққан, дәмі де өте тәтті болып шықты. Үйдегі балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.